Сәлем достар, бүгінгі видеода біз баладағы колик және газик кезіндегі массаж жасауды үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп кетіңіз. Массаж жасау үшін біз бірінші баланың киімінен босатамыз. Одан кейін барып баланың ішін визуалды қарайтын боламыз. Яғни баланың іші газға толып тұрған болса, онда баланың іші тырсиып, бақа тәрізді болып тұрады. Прям тырсиып тұрады. Қазір менің қызым тамақ ішіп алған, іші міне шамалы тырсиып тұр. Ал газдың кезінде прям ол бақа сияқты болып тұрады, іші дейтін шар сияқты болып тұрады прям. Енді біз оны қалай білеміз газ толып тұрғанын жоғын? Баланың ішінің газға толып тұрғанын жаңағы шар ұқсап үріліп тұрғанынан білеміз. Одан кейін барып ішін басқан кезде баланың іші прям қаттақ болады. Мен қазір жай ғана басайын, мен қызым іші жұмсақ, бұл тамаққа тойып алғасын мен массажды жай ғана жасайтын болам. Қатты жасамаймын. Одан кейін барып, қыздар, көбінесе аналардың қателігі бұл балаға массаж жасаған кезде сағат тіліне қарама-қарсы жасауы. Яғни бұндағы қателік, яғни адамның асқазан ішек жолдарының дұрыс білмеуіне байланысты. Оны айта кететін болсам, мысалы, міне қабырғаның астында бізде дейтін асқазан орналасады. Түскен тағам асқазанға, өңеш арқылы асқазанға түсіп, одан кейін 12 шекке, 12 шектен кейін аш шекке барып өтіп, тағам сіңіріледі. Осы кезде газдар пайда болуы мүмкін. Одан кейін барып ол дейтін жуан шектерге, яғни бұның ішінде бізде жаңағы соқыр шек, өздеріңіз білесіздер, аппендикс, одан кейін тоқ шектің жоғарыланған көлденең төменгі бөліктеріне қарай өтіп, одан кейін сигма тәрізді шекке түсіп, одан бізде какашка пайда болып, какашка тік шек арқылы сыртқа шығарылады. Осы процестердің бұзылуының нәтижесінде, яғни баланың жаңағы ас қорыту жүйесі әлі дұрыс дамымағандықтан балада газ пайда болады. Және де ауа жұтуына байланысты. Біз оған массаж жасау арқылы балаға көмектесетін боламыз. Мен өз қызыма газды, газикті емдеуге ешқандай симетикон препараттарын берген жоқпын, тек массаж арқылы емдеп жүрмін. Массаж жасау үшін мен дейтін присыпканы қолданам. Сіздер, если масло болса, детский қолдануларыңыз болады, немесе кәдімгі сұйық майды қыздырып, одан кейін барып, оны суытып барып қолдансаңыздар болады. Подгузниктен босатамыз, одан кейін астына клеенка төсеп қойсақ болады. Мына нені присыпканы сеуіп, одан кейін барып жайлап жағып, бұл присыпка немесе май тері мен терінің арасында қажалудың алдын алу үшін жасалынатын болады. Енді массаж жасау үшін ең бірінші, қазір мен қызымды ұстап жатқыш жіберейін басын. Ең бірінші біз жоғарыдан төменге қарай массаж жасаймыз, жай ғана. Одан кейін барып біз перистальтиканы қозғаймыз. Перистальтиканы қозғау үшін бізге саусақтарымыздың ұштары жұмыс жасайды. Қазір мен дұрыстап присыпкілеп алайын. Оны біз оң жақтан солға қарай жасайтын боламыз. Бұнда жасаған кезде қабырға астарына қатты тегізбейміз, қатты баттаңқырамаймыз. Өйткені бұл жерде жаңа айтып кеткенде асқазан және де бауыр орналасқан. Асқазанды қатты басқан жағдайда бала құсуы мүмкін. Одан кейін біздің жасайтынымыз, бұны 5 рет жасасақ болады. Одан кейін барып біз саусақтарымыздың сүйектері арқылы балаға сұрақ белгісін жасаймыз ішінен. Бұл тоже сағат тілімен бірдей болады, яғни оң жақтан солға қарай. Так, міне. Кішкене баттыңқырап жасайсыздар. Осылай 5 рет жасап шығамыз. Одан кейін келесі массаж түрі бұл дейтін баланың ішінің екі жанын төменге қарай жылжыту. Мен қызым бірдеме білдіргісі келіп тұр ау деймін. Міне осылайынан төменге қарай массаж жасаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін массаждың соңғы түрі бұл аяқтарымен, яғни іштегі давленияны шығаруымыз қажет, яғни газды шығаруымыз қажет. Бұл кезде давление туғызамыз, яғни аяқтарын біз алма кезек ішіне қарай итереміз. Осылайынан давление туғызамыз. Осы кезде баланың ішінде жел болса, онда осырып сыртқа шығаратын болады. Осы массажды каждайын 5-5-тен 5 подход ретінде жасауыңызға болады. Барлық массаж түрі түсінікті деп ойлаймын. Бірінші баланың ішін
сипалаймыз төменге. Одан кейін перистальтика, одан кейін сұрақ белгісі, сүйектерімізбен сұрақ белгісі. Одан кейін баланың екі ішінің жаны төменге қарай. Одан кейін барып аяқтарымен давление туғызамыз. Жаңа бала дейтін іші ауырып жатқан кезде бұл сіздерге жасатпауы да мүмкін. Бірақ сонда да постарайтесь жасауға. Сол үшін шамалы батыңқырап жасайсыздар балаға. Өйткені іші прям қаттақ болып тұрады. Мен қазір қызым іші жұмсақ, сондықтан тем более тамақ ішіп алып, мен жай ғана жасап отырмын. Видеом пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.